Құрметті тыңдарман, Мағжан Жұмабайұлының атақты ақын сөзі алтын Хәкім Абайға арналған өлеңін бірге тыңдайық. Шын хәкім, сөзің асыл баға жетпес. Бір сөзің 1000 жыл жүрсе, дәмі кетпес. Қарадан хәкім болған сендей жанды, дүние қолын жайып енді күтпес. Сөзіңе құлақ салып баға бермей, қисайып қыңырайды жұртың иттес. Бұртиып теріс қарап аулақ жүр деп, болды ғой жақын туған бәрі кектес. Тыныш ұйықта қабіріңде уайым жеме, қор болды қайран сөзім босқа деме. Артыңда қазақтың жас балалары сөзіңді көсем қылып жүрер жөнге. Ай, жыл өтер, дүние көшін тартар, өлтіріп талай жанды жүгін артар. Көз ашып жұртың ояу болған сайын, хәкім ата тыныш бол, қадірің артар. Жүрген жанның артында ізі қалар, етікші өлсе балға мен бізі қалар. Бір бай өлсе 4 түлік малы қалар, жүйрік өлсе артында сөзі қалар. Сұм дүние сылаң беріп көптен өтер, сау қалғанның көбісі ертең бітер. Тоқтамас дүниенің дөңгелегі, жүйріктің айтқан сөзі көпке кетер.